Рас. Бүтін сандарды көбейту және бөлу. Бүтін сандарды көбейту және бөлу үшін мына тұрған шартты белгілер бойынша жасалған ережелерге бағыну керек. Мысалы, мына плюс көбейту плюс тең плюс дегеніміз екі оң санды көбейткенде оң сан шығады деген сөз. Сол сияқты минус көбейтілген минус тең плюс дегеніміз екі теріс санды көбейткенде оң сан шығады деген сөз. Сол сияқты мынау оң сан мен теріс санның көбейтісі теріс сан, сол сияқты теріс сан мен оң санның көбейтісі теріс сан. Мысалдармен көрсетсек, мінеки 7 мен 3-ті көбейтсек 21, минус 7 мен минус 3-ті көбейтсек плюс 21, 7 мен минус 3-ті көбейтсек минус 21, минус 7 мен плюс 3-ті көбейтсек минус 21. Тура осы көбейту ережелері сияқты бөлу ережесі де тура осындай ережелерге бағынады. Яғни таңбалар бірдей сандарда бөлгенде оң таңбалы сан шығады, ал таңбалар әртүрлі сандарды бөлгенде теріс таңбалы сан шығады. Мысалы, 15-ті 3-ке бөлсек 5, минус 15-ті минус 3-ке бөлсек 5, және 15-ті минус 3-ке бөлсек минус 5, минус 15-ті 3-ке бөлсек минус 5 болып шығады. Енді қарама-қарсы сандар. Қарама-қарсы сандар деп модульдары тең, таңбалары әртүрлі болатын сандарда қарама-қарсы сандар дейміз. Мысалы, минус 5 пен 5 саны, минус 72 мен 72 саны қарама-қарсы сандар болады. Енді осы қарама-қарсы сандардың негізгі қасиеті, қарама-қарсы сандардың қосындысы әрқашанда нөлге тең. Немесе керісінше айтсақ, қосындысы нөл болатын модульдары тең сандар, олар қарама-қарсы сандар отыр. Мысалы, минус 5 пен 5-тің қосындысы 0. Немесе 72 мен минус 72-нің қосындысы 0.